Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен әдеттегідей Фариза асханасы. Бүгін сіздермен бір жасағаннан ойыңыздағыдай шығатын, өте әдем болып шығатын, жұп-жұмсақ капкейкелер дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, осы видеоның астында подписаться кнопканы басып тіркеліп алыңыздар. Бісміллах деп ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға 2 жұмыртқа, оның үстіне шым-шым тұз салып, қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Кейін оның үстінен сұйық майымызды құйып, біркелкі болғанша тағы да араластырамыз. Майымызды жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне сүт құйып, сүтті де жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Сүттің температурасы маңызды емес, құя берсеңіздер болады. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышты салып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салмаймыз, 2 немесе 3 бөлікке бөліп салып отырып араластырамыз. Ұнымыздың бірінші бөлігін салып жақсылап араластырып алдық. Енді екінші бөлігін салып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Дәл осылай ұнымызды бөліктерге бөліп отырып қосамыз. Мінеки, осымен біздің қамырлы массамыз дайын болды. Дәл осы видеода көрсетілгендей сұйықтықта болу керек. Енді мен пісіретін ыдыстарды алдын ала осылай дайындап алдым. Арнайы ыдысына пісіретін боламыз. Осы видеода көрсетілгендей етіп 1,5 қасықтан саламыз. Ыдыстың жартысына дейін саламыз. Одан көп салып жібермеңіздер. Пісу барысында ісіп, ыдыстың үстіне шығып кететін болады. Сондықтан да жарты ғана салсаңыздар жетеді. 170-180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минуттың көлемінде пісіріп аламыз. Мінеки, біздің капкейкелеріміз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай қып-қызыл, өте жақсы көтеріліп, әдем болып шықты, жұп-жұмсақ болып шығады. Осы рецептпен қорықпай жасай берсеңіздер болады. 100% сенімді рецепттердің бірі. Енді бұл капкейктарға өз қалауыңыз бойынша ішіне салма салып, кремін қойып, өз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен осы видеода көрсетілгендей етіп, кремін қойып, бетіне присыпкалар сеуіп шықтым. Мен бұл капкейктарды тапсырысқа жасаған болатынмын. Рецептісін сіздермен де бөлісейін деп шештім. Кремнің рецебін осы видеоның астына описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Қарап жасасаңыздар болады. Сіздермен болған Фариза. Егер де менің видео рецебім ұнаған болса, лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Және де келесіде менен қандай видео рецепт күтесіздер, соны комментарий бөліміне жазып қалдырсаңыздар болады.